Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен банан және де сұлы жармасы қосылған өте дәмді, балалардың тәбетін ашатын бананды кексті бірге әзірлейтін боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Және де лүпіл басып, өз ойларыңызды комментарияда қалдырыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды салып аламыз. Үстінен 100 грамм қантымызды қосамыз. Миксердің көмегімен араластырып аламыз. Үстінен 4 ас қасығында сұйық май қосамыз. Тағы бір араластырып аламыз. Сүтімізді қосамыз. 2 дана бананымызды қосамыз. Бананды езгілеп қоссаңыздар да болады. 4 ас қасығында ұн саламыз. 200 грамм сұлы жармасын, 1 шай қасығында қамыр қопсытқышын, қалауларыңыз бойынша ванилин, ванильді қант салсаңыздар да болады. Барлығын бір келкі етіп, лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Осындай формочкаларға салып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қатырылған жидектер не болмаса шоколадтың үгітіндісін салсаңыздар да болады. Менде осындай қатырылған малина. Қалған қамырды кекстің осындай формасына пергамент қағазын төсеп, құйып, оны да пісіріп алдым. 180 градустық пеште 20-25 минуттың көлемінде пісіп шығады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеп, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Шайларыңыз тәтті болсын. Каналға жазылып, өз ойларыңызды комментарияда қалдыруды ұмытпаңыздар.